Assalamu alaikum арыздар ағайын, қалдарыңыз дәрігер Жұмадан Жарқынбекұлы. Көктем мезгілінде жоғары қан қысымы бар ауруларда қан қысымының тұрақтылығы төмендейді. Өте жоғары бір жағдайға жетуі мүмкін көтерілген жағдайда. Оған да себеп осы сырттағы ауа райының өзгерісі тұрақсыз болғандықтан бір ісіп бір салқындап дегендей. Соған байланысты қан тамырдың жиырылу босаңсу дәрежесі де үйлесе алмай, нәтижесінде қан қысымның жоғарылап кетуіне әкеліп соғады. Енді осы жоғары қан қысым болған жағдайда қан қысымыңыз өте жоғарылап кетсе, қасыңызда қол жете қоятындай дәрі болмаса, онда не істеуге болады? Біз осыған тоқтала кетсек, бүгін иншалла шығыс медицинасының көзқарасы бойынша қан қысымды тұрақты қарапайым әдіспен ұстаудың өзіндік жағдайында қарапайым оңай әдістері бар. Соның бірісі адам денесіндегі ерекше әсер ететін рефлексті нүктелерді басу арқылы қан қысымды тұрақтандыру. Бүгін енді сіздерге бөлісетін осы бір әдісіміз адам денесіндегі сол нүктелерге байланысты болмақ. Соның ішіндегісі шығыс медицинасының қан қысым түсірудегі алтын үш нүктесін айта кетсек, біріншісі білектің сыртқы тұсындағы, яғни шынтақтың үстіңгі жағы. Сол нүктеде қан қысымды түсіруде ұдайы істетілетін нүкте болып табылады. Оның фотосын видеоның соңында шығаратын боламыз. Анықтап сол арадан көріп біле аласыздар нақтылы орнын. Ол нүктенің әсері ыстықты басу, қан қысымды түсіру, ағзадағы қан мен демнің сәйкестігін реттеу ролы бар. Енді осы нүктеге байланысты көбінесе тоқылдатып ұру әдісін пайдалануға болады. Өйткені енді барлық адам дәл сол рефлексті нүктені дәл таба қоюы екіталай. Сондықтан үлкен көлемде тоқылдатып ұрған жағдайда рефлекс тиетін нүктеге нақтылы дәл жетуге болады. Ұрған кезде сол қолыңызды тегіс қойып, білегіңізді тегіс қойып, білектің ішкі тұсы жоғары қарап тұру керек. Сосын оң қолыңыздың оң саусағын біріктіріп, сол жаңағы айтылған сол қолдың шынтақтың үстіңгі жағындағы әсер ететін нүктеге 1 минуттай тоқылдатып ұру керек. Содан кейін тағы бір жағын тағы солай қайталап істеуге болады. Сөйтіп неше қайталап жасауға болады осы әдісті. Бұл нүктеде қан қысымды дереу жоғарылап кеткен жағдайда шұғыл түсіруге болады. Сонымен қатар осы әдіс арқылы қан қысымның тұрақты күйін сақтауға да өзіндік көмегі тиеді. Әдетте біз осы медициналық ем жасаған кездерде де осы нүктелерге ине салу әдісі немесе әртүрлі шөптерді күйдіру әдісін пайдалана отырып, осы нүктелердің көмегімен қан қысымның түсуін тіпті де жоғары деңгейге жеткізіп, қан қысымның тұрақтылығын тіпті жақсы бір нәтижеде көрсетуге болады. Екінші әдіс аяқты суға малу. Сонымен қатар соның аяқтың астындағы бір ерекше нүктелерге массаж жасау. Енді бұл нүктенің орнын айта кететін болсақ, екінші-үшінші бақайшықтың арасындағы бостықпен табанның сол түзу қиылысқан нүктесімен тік сызықпен былайша айтқанда 1/3 бөлігіндегі ойыс нүкте. Енді оның да фотосын саламыз.
Видеонун соңунда нактылуу сол нүктөнүн согон карап нактылуу таба аласыздар. Эndi бул нүктөдө кан кысымды түшүрүүгө көмөктөшөт. Асыресе ошо көктемде жаңы айтканымыздай аба ырайынын тураксыздыгына байланыштуу, көп өзгөрүүнө байланыштуу үлкөн кишилер асыресе кечкисин ошо үйдө аягын сууга малып отурууга болот. Ошол нүктөгө бир рефлекс жеткизүүгө болот. Ары уйкуну да осулай жакшыртууга болот высотоспен. Эndi аякты малып отургандагы назар аударатын бир жагдайлар суудун температурасы 40 градустан асып кетпеу керек. Өйткөнү эndi өтө жогору температура болуп кетсе, кейбир жогору кан кысымы бар ооруларда, кошумча кант несеп оорулары да бар. Ондай жагдайларда ондай оорулар аяктын күтүмүнө өрөкчө маан берген абзал болот. Эгер суудун температурасы жогору болуп кетсе, аякты күйдүрүп калуу мүмкүн. Сону менен катар ошол аякты малатын сууга кейбир чөп дарилерди косууга болот. Мисалга аюу балдырган, күмбез сыяктуу денедеги түйүндөрдү босотатын, меридиандардын кызметін жандандыратын бул чөп дарилер кандын жолдарын ачат, кан тамырдагы. Эndi ушунча айтса, кулактын артындагы кан кысымды түшүрүүтүн өзтеңдерди укалоо аркылуу да кан кысымды түшүрүүгө болот. Бул нүктөнүн орну кулактын жогорку үшкүрүн төмен карай тартуу аркылуу сол бир оюсту өзтеңди сол аркылуу байкоого болот. Бул энди сол кан кысымды түшүрүү өзтеңи немесе оюсу деп аталат. Адетте көбүнесе сук саусак немесе бас бармакпен сол нүктөдөн жогорудан төмен карай жылжытып массаж жасоо адисин колдонууга болот. 10 мүнөт солай иштөөгө болот, сосын дагы бир жагын ауыстырып жасауга болот. Кан кысым жогорулаган жагдайда осы нүктөнү осулай массаж жасап адисин колдонуу аркылуу кан кысымды жакшы түшүрүүнүн бир натыйжесин жасауга болот. Бүгүнкү айтарымыз осу. Эгерде үй жагдайында сизде ошо жогору кан кысым оору болуп, кан кысымыңыз дереу жогорулап кеткен болсо, онда ошол адисте ошо айтылган лекциямыздагы айтылган ошо амалдар боюнча жасооңузга абден болот. Ары бул оңой кан кысым түшүрүүгө тез көмөктөшөт. Сонун менен катар кан кысымынын турактуулугунда сактоого өзүндүк көмөгү зор. Әрине буну бир-эки күн эмес, удайы жалгастуу жасаган жагдайда бунун натыйжеси жакшы болмак. Агайын, эгерде видеомуз унаган болсо лайк басыңыздар, көпчүлүк менен бөлүшсөңүздөр, билимди бөлүшсөңүздөр, көбөйөт. Сонун менен катар биздин арнамызга тиркелип биздин турактуу көрөрмөндөрүбүз, тыңдармандарыбыз болуңуздар. Казак тилиндеги медициналык арнамызды колдоп каттыңыздар. Келесі эфирде кездескенче күн жакшы болгай.